Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Кек пен Қадыр, КСРО түкпіріндегі қанды оқиға, бір бөлім. Темірдей тәртіп және сынған намыс. 1982 жыл. Қыс, Забайкалье әскери округі. Сібірдің аязы сүйектен өтіп танауды қариды. Бұл жерде КСРО-ның ең шеткі, ең құпия зертханалар мен стратегиялық нысандарын күзететін арнайы әскери бөлім орналасқан. Мұнда қызмет ету тек таңдаулылардың үлесі, бірақ сол таңдаулылардың арасындағы ішкі заңдар түрмеден де сорақы еді. Әскери эшелоннан түскен жас сарбаздардың арасында ұзын бойлы, қыры мұрынды, өткір жанарлы қазақ жігіті Әліби жүрді. Ол Алматының тумасы, физика-математика мектебін үздік бітіріп, әскерге өз еркімен аттанған еді. Оның бойында дала көшпенділеріне тән тәкаппарлық пен зиялылық қатар өрілген. Бірақ ол өзі түскен тозақтың алғашқы сағатында ақ бұл жерде білімнің емес, жұдырық пен жауыздықтың заңы жүретінін түсінді. Казарма іші дымқыл, хлор мен ескі етіктің иісі қолғаны қабат. Бұл бөлімдегі дедовщина, әлімжеттік шегіне жеткен еді. Бөлімнің бейресми қожайыны сержант Сергей Бородин деген қанішер болатын. Ол бұрын қылмыстық ортада болған, физикалық күші басым, адамды қорлаудан ләззат алатын нағыз маньяк еді. Сонымен азиялық зиялы дейсің бе? Бородин Әлібидің алдына келіп темекісінің түтінін оның бетіне үрледі. Мұнда сенің формулаларың ешкімге керек емес. Мұнда сен малсың. Ал мен сенің құдайыңмын. Әліби үндемеді. Оның сабырлылығы Бородиннің ашуын туғызды. Сержанттың қасында оның екі жандайшабы, қатардағы жауынгерлер Коля мен палуан денелі Иван тұрды. Олар жас сарбаздардың намысын таптап, рухын сындырудың шебері еді. Алғашқы қақтығыс. Қызметтің алғашқы аптасы Әліби үшін тозаққа айналды. Оны түнде ұйықтатпай, еден жуғызды, дәретхананы тіс щеткасымен тазалатты. Бірақ Әліби сынбады. Ол кез келген ауыр жұмысты үнсіз орындады, бірақ ешқашан еңкейіп кешірім сұрамады. Бұл деттерді, ескі сарбаздарды қатты тітіркендірді. Оларға құл керек еді, ал Әліби тұтқындағы арыстан сияқты болатын. Бірде түнгі сағат 3-те Бородин Әлібиді оятып, өзінің етігін жуып, жылтыратып тазалауды бұйырды. Өзің тазала, деді Әліби суық дауыспен. Казарма іші жым-жырт болды. Ескі сарбаздар орындарынан атып тұрды. Бұл ашық соғыс жариялау еді. Сол түні Әлібиді казарманың кептіру бөлмесіне алып барып, аяусыз соққыға жықты. Шөйлеп жабылды. Оның қабырғаларын сындырып, бет-аузын қан жоса етті. Бірақ Әліби бірде-бір дыбыс шығармады. Ол тек Бородиннің көзіне тіке қарап тұрды. Ол көздерде қорқыныш емес, өшпенділік пен болашақ ажалдың көлеңкесі бар еді. Әлі де тілің шықпай ма? Бородин демігіп маңдайындағы терін сүртті. Жарайды, онда біз сені басқаша шоқындырамыз. Сұмдық қорлық. Желтоқсанның соңы еді. Бөлім командирлері жаңа жылдық мерекеге дайындалып, бақылауды босаңсытқан. Дәл осы түні Бородин өзінің ең жиіркенішті жоспарын іске асыруға бел буды. Әлібиді тағы да бұрышқа қамады. Оның қолдарын арқасына байлап жерге тізерлетіп қойды. Сенің намысың тым биік екен, қазақ. Соны қазір жермен жексен етемін, деді Бородин мас күйінде. Ол Әлібидің алдына келіп шалбарының түймесін ағытты. Қалған сарбаздар қорқыныш пен жиіркеніш араласқан сезіммен қарап тұрды. Ешкім араша түсуге батылы бармады. Бородин Әлібидің бетіне, басына, үстіне дәрет сындыра бастады. Бұл адамдық қасиеттің ең соңғы шегі еді. Иван мен Коля қарқылдап күліп, мұны мазақ етіп Әлібиді масқаралады. Міне, енді сен нағыз төмендетілгенсің. Енді сенің күнің бітті. Бородин оның бетіне түкіріп теуіп жіберді. Әліби жерде жатты. Оның үстінен сасық иіс шығып, денесі қалтырап тұрды. Бірақ бұл суықтан емес, іштен қайнап шыққан, жарылуға дайын жанартаудай күшті ызадан еді. Ол жердегі ластықтың арасында жатып іштей ант берді. Бұл сәт оның өміріндегі ең қараңғы түн болды, бірақ сол түн оны мүлдем басқа адамға айналдырды. Күтпеген бұйрық. Осы оқиғадан кейін Әлібиді бәрі өлі адамдай сана. Онымен ешкім сөйлеспеді, ол мүлдем үнсіз қалды. Бірақ бір қызығы, ол шағымданбады, ешкімге мұңын шақпады.
Ол тек күтті. 2 аптадан соң әскери бөлімге Мәскеуден шұғыл бұйрық келді. Ауғанстан шекарасына жақын жерде стратегиялық маңызы бар құпия нысанды қорғау үшін ең үздік сарбаздардан құралған арнайы топты іріктеу керек болды. Бородин өзінің физикалық күшіне сеніп, бұл топтың командирі болып тағайындалды. Ал Әліби өзінің тамаша мергендігімен математикалық есептеу қабілетінің, радиобайланыс және топография арқасында бұл топқа еріксіз қосылды. Топ құрамында Бородин, оның 2 жандайшабы және Әліби бар еді. Олар биік таулардың арасындағы ескі бекініске жіберілді. Сол жерде олар 1 ай бойы оқшауланған күйде қалуы тиіс болатын. Тауға бара жатқан жолда Бородин Әлібиге қарап мысқылдады. Қорықпа, студент. Ол жақта да менің етігімді жуатын адам керек. Әліби оған алғаш рет тура қарап, жайлап жымиды. Бұл жымиыс Бородиннің ішіне белгісіз бір үрей ұялатты. 1 ай деді Әліби ақырын ғана. 1 айдың ішінде тау бәрін өз орнына қояды. Олар бекініске жеткенде қалың қар жауып, жолдар жабылып қалды. Олар сыртқы әлемнен толықтай ажыратылды. Тозақтың нағыз айнасы енді ғана ашылмақ еді. Келесі бөлімде бекіністегі жұмбақ жағдайлар. Бородин мен оның достарының біртіндеп қорқынышқа бой алдыруы. Әлібидің жасырын жоспары іске аса бастайды. Қару мен күш емес, ақыл мен төзім жеңетін сәт туады. Кек пен Қадыр, КСРО түкпіріндегі қанды оқиға. 2 бөлім. 7 қасқыр асуы, тірілердің зираты. Бекініс теңіз деңгейінен 3000 метр биіктікте 7 қасқыр деп аталатын тік құздың басында орналасқан еді. Бұл жерде ауа жұқа, оттегі жетіспейді, ал желдің гуілі адамның құлағын емес, миын жейтіндей сұсты. КСРО-ның стратегиялық нысаны таудың ішіне қазылған құпия байланыс түйіні еді. Топта 4 адам, сержант Бородин, оның сенімді жендеттері Иван мен Коля және төмендетілген Әліби. Бекініске жеткен алғашқы күні-ақ Бородин өзінің ескі әдетіне басты. Ол Әлібиді ең суық, жел соғып тұрған бұрышқа жатқызды. Тыңда, студент, деді Бородин, қолына консерві құтысын алып. Мұнда ешқандай офицер, ешқандай заң жоқ. Мұнда заң менмін. 1 ай бойы сен біздің күңіміз боласың. Тамақ пісіресің, отын жарасың, күзетте тұрасың. Егер бірдеңе дұрыс болмаса, мына құздан ұшып кеткеніңді ешкім білмейді. Қызмет кезіндегі бақытсыз жағдай деп жаза саламын. Әліби үндемеді. Оның жүзінде қорқыныштың ізі де жоқ еді. Ол тек терезеден сырттағы аппақ қарға қарап, ішінен кері санақ басталды деп қайталады. Математикалық есеп, байланыстың үзілуі. Әліби физик математик қана емес, ол радио байланыс құралдарын 5 саусағындай білетін маман еді. 2-ші күні түнде, бәрі ұйқыға кеткенде, ол байланыс бөлмесіне үнсіз кірді. Оған көп нәрсе керек емес еді. Негізгі радиостанцияның ішіндегі кішкене ғана кедергі жасаушы бөлшекті, резисторды, күйдіріп, антеннаның сымын қар астында көзге көрінбейтіндей етіп үзіп тастады. Таңертең Бородин орталық штабқа есеп бермек болғанда, радиодан тек өлі үнсіздік естілді. Не болды? Студент, бері кел. Бородин бақырып жіберді. Мынау неге жұмыс істемей тұр? Әліби құрылғыны тексергенсіп иығын қиқаңдатты. Аяз ба, әлде таудағы магниттік дауыл ма? Аппарат ескі ғой. Байланыс үзілді, сержант. Енді бізді тек 1 айдан кейін келетін ауысым ғана таба алады. Бородиннің жүзі бозарып кетті. Ол қанша жерден қаншер болса да, сыртқы әлемнен толықтай оқшаулану оның жүйкесіне тие бастады. Коля мен Иван да бір-біріне үреймен қарады. Олар бұл бекіністе жалғыз емес еді, олармен бірге олардың жасаған қылмысы мен Әлібидің үнсіздігі бар еді. Психологиялық соғыс, түндегі көлеңкелер. 3-ші күннен бастап бекіністе түсініксіз жағдайлар орын ала бастады. Бородин мен оның достарының тамақтарына Әліби білдіртпей тауда өсетін, адамның басын айналдырып, галлюцинация тудыратын шөптердің тамырын қоса бастады. Бұл шөпті ол бала кезінде атасынан үйренген еді. Аз мөлшерде ол ұйқыны бұзып, үрейді оятатын. Түн Иван қарауылда тұрғанда, оған қардың арасынан біреудің сыбыры естілгендей болды. Иван, сен не істедің? Деген дауыс желмен бірге келді. Иван шошып кетіп қараңғылыққа оқ жаудырды. Оқ дауысы бүкіл тауды жаңғыртты.
Бородин мен Коля жүгіріп шықты. Не болды, ақымақ? Бородин оның жағасынан алды. Онда біреу бар. Мен естідім. Иванның тістері сақылдап қалтырап тұрды. Әліби бұрышта тұрып, оларға мүсіндей қозғалмай қарап тұрды. Оның жанары тірі адамның көзі емес, ажалдың өзінің қарауы сияқты суық еді. Аштық пен суық, билік тізгінінің ауысуы. Бір аптадан соң бекіністегі жағдай мүлдем қиындады. Азық-түлік сақталатын қойманың кілтін Әліби жоғалтып алды. Бородин есікті бұзбақ болды, бірақ Әліби оған: «Сержант, есік герметикалық жабық. Егер оны дөрекі күшпен ассаңыз, жылу жүйесі бұзылады. Мына аязда бәріміз қатып өлеміз. Маған уақыт беріңіз, мен оны құлыптың механизмі арқылы ашуға тырысамын», деді. Бородин амалсыз келісті. Бірақ Әліби ашуға асықпады. Олар күнде тек бір мезгіл қара нан мен су ішетін болды. Аштық пен суық адамды хайуанға айналдырады. Бір кездері бір-біріне сенімді болған Бородин, Иван және Коля енді бір-біріне күдікпен қарай бастады. «Сен менің нанымды ұрладың ба?» Иван Коляға тап берді. «Жоқ, сен өзің жеп қойдың». Екеуі төбелесе кетті. Бородин оларды айыруға тырысты, бірақ оның да күші таусылған еді. Әліби болса, олардың әлсірегенін, рухтарының күл-талқан болғанын бақылап отырды. Ол енді еден жумайтын, ол енді қорлық көрмейтін. Ол осы бекіністің көрінбейтін қожайыны еді. Ол аштыққа да, суыққа да шыдамды болатын, өйткені оның ішіндегі кек оты оны жылтып тұрды. Ең сорақы қорқыныш, кек алудың басы. 10-шы күні Әліби Бородиннің қасына жақын келді. Бородин төсегінде бүрісіп қалтырап жатыр еді. Оның маңдайынан суық тер ағып, көздері шүңірейіп кеткен. «Сержант!» Әлібидің дауысы жыланның ысылындай естілді. «Есіңде ме, сен маған мұнда заң менмін дегенің? Қарашы, сенің заңың қайда?» Бородин басын көтеруге тырысты, бірақ Әліби оның кеудесінен етігімен басып қалды. Иван мен Коля басқа бөлмеде аурудан ыңырсып жатты. «Сен не істедің?» Бородиннің дауысы дірілдеп шықты. «Мен ештеңе істеген жоқпын. Мен тек сенің ішіңдегі жыртқышты ояттым. Сенің қолыңда қару бар, бірақ сен оны басуға қорқасың. Өйткені сен қорқақсың. Сен тек әлсіздерді ғана қорлай аласың. Ал менің намысымды сен былғай алған жоқсың. Сен тек өзіңді былғадың». Әліби сыртқа шығып кетті. Ол бекіністің сыртындағы аязды ауаны жұтып, таудың ұшар басында тұрды. Ол үшін енді әскер де, КСО да ештеңе маңызды емес еді. Ол тек әділеттілік іздеген адам еді. Ол түнде Иван мен Коляның бөлмесіне кіріп, олардың құлағына сыбырлады. «Егер аман қалғыларың келсе, Бородиннен құтылуларың керек». Ол барлық азық-түлікті өзіне жасырып қойды. Тұқым себілді. Жек көрушілік пен күдік енді оларды іштен жей бастады. Келесі бөлімде бекіністегі ашық қақтығыс. Иван мен Коляның Бородинге қарсы шығуы. Әлібидің оларды қалай басқарғаны. Бородиннің есінен адасуы және Әлібидің бетіне дәрет сындырғандардың енді оның аяғына жығылып кешірім сұраған сәті. Кек пен қадір. КСРО түкпіріндегі қанды оқиға. 3 бөлім. Аштық ақылдың ажалы. Бекіністегі оқшауланудың 15-ші күні. Сырттағы ақ түтек боран ғимараттың темір есіктерін жұлқылап, ажалдың үніндей көлдейді. Іштегі температура 0-ден төмен түсіп кеткен. Қуат көзі таусылуға жақын, шамдар әлсіз жылтырайды. Бір кездері айбатты, денелі болған Иван мен Коля қазір аштық пен үрейден қанға айналған. Олардың көздері шүңірейіп, еріндері кезеріп кеткен. Бородин болса төсегінде отырып, қолындағы тапаншасын құшақтап, бос кеңістікке қарап сандырақтайды. Әлібидің тамаққа қосып берген шөптері өз нәтижесін берді, сержанттың жүйкесі толықтай сыр берген. Оған қабырғалардан өзі қорлаған сарбаздардың бейнелері көріне бастады. Әліби болса, осы тозақтың ортасында ең сергек адам болып қалды. Ол аз тамақпен өмір сүруге, суыққа төзуге өзін іштей дайындаған еді. Оның қимылы нақ, жанары өткір. Іштен шыққан жау. Әліби кешкісін Коляның қасына баяу жақындады. Оның құлағына сыбырлап, уын төкті. «Коля, қарашы.
Бородиннің жастығының астында бірдеңе тығылған. Мен кеше көрдім, ол түнде тығылып консерві жеп отырды. Ол сендерді өлімге тастап, өзі тірі қалғысы келеді. Сендер өлген соң, ол бәрін бақытсыз жағдай деп рәсімдейді, өзі аман кетеді. Коляның аштықтан қарайған көздері қанталап кетті. Ол Иванды түртіп оятты. Екеуі бір-біріне қарап, үнсіз келісті. Аштық пен ашу олардың санасындағы әскери тәртіпті өшіріп тастады. Енді олар үшін Бородин командир емес, олардың асын ұрлаған жау еді. Түн ортасында Иван мен Коля Бородиннің үстіне арыстандай атылды. Қайда? Тамақ қайда, хайуан? Иван Бородиннің жағасынан алып қабырғаға соқты. Не айтып тұрсыңдар? Менде ештеңе жоқ. Бородин тапаншасын суырмақ болды, бірақ Коля оның қолын бұрап қаруды тартып алды. Олар Бородиннің төсегін ақтарып, бүкіл бөлмені тінтіп шықты. Әрине, ештеңе таппады. Бірақ Әлібидің сөзі олардың миына әбден сіңіп қалған еді. Ол бәрін жеп қойған. Иван ызаға булығып, Бородиннің бетінен ауыр жұдырығымен періп жіберді. Бір кездері өздері табынған, қорыққан сержанттарын енді өздері аяусыз соққыға шықты. Аяққа жығылу. Әліби бұл көріністі бұрышта тұрып үнсіз бақылап тұрды. Оның жүзінде мүсіркеу де, қуаныш та жоқ еді. Тек суық әділеттілік қана бар. Бородин жерде қан жоса болып жатты. Оның екі жандайшабы оны ұрып болған соң, шарасыздықтан еденге отыра кетті. Дәл осы сәтте Әліби алға шықты. Ол қолына бір бөлке нан мен кішкене суды ұстап тұрды. Ол бұл азықты баяғыда жасырып қойған еді. Нанның иісі бүкіл бөлмеге таралғанда, Иван мен Коляның сілекейі шұбырып, көздері жанып кетті. Әліби берші өтінемін, Коля еңбектеп Әлібидің аяғына жақындады. Бізді кешірші. Біз қателестік. Ол істетті бізге. Бородин бұйырды. Біз тек орындаушымыз. Бородин де басын көтеріп Әлібиге қарады. Оның көзіндегі баяғы тәкаппарлықтың орнында тек өлімнен қорыққан жанның тілегі тұрды. Әліби мағанда берші деп ыңырсыды ол. Әліби нанды үшке бөлді де, олардың алдына тастады. Бірақ оларға бермес бұрын, Бородиннің көзіне тура қарап тұрып. Есіңде ме, Бородин? Бір ай бұрын сен менің бетіме дәрет сындырғанда өзіңді Құдай сезініп едің. Енді қарашы, сен кімсің? Сен менің қолымнан нан сұрап тұрған бейшара мүсәпірсің. Сенің намысың қайда? Сенің күшің қайда? Бородин үндемеді. Ол нанды жерден алып, шаң топырағымен қоса асап жей бастады. Бұл нағыз рухани жеңіс еді. Қарусыз, соққысыз Әліби оларды тізе бүктірді. 7-ші күннің қасіреті. 20-шы күні бекіністегі жағдай шегіне жетті. Иван аштық пен галлюцинацияға шыдамай, есінен адасып, түнде далаға қарай жүгіріп кетті. Оның аязда қалған дауысы тау ішінде ұзақ жаңғырды, содан кейін тып-тыныш болды. Ол құздан құлап кеткен еді. Коля болса бұрышқа тығылып, үнемі дұға оқи бастады. Ол Әлібиді көре қалса, бірден басын иіп, иесі кешіре гөр деп күбірлейтін. Тек Әліби мен Бородин қалды. Бородиннің денесін суық тиіп, өкпесі қабына бастады. Ол тоқтаусыз жөтеліп қан түкірді. Оның санасы әлі де тұманды еді. Бір күні түнде Әліби Бородиннің қасына келіп отырды. Оның қолында таза су бар еді. Ол суды Бородиннің аузына тамызып жатып. Сен өлмейсің, Бородин, сен тірі қалуың керек. Өйткені сенің жазаң әлі басталған жоқ. Сен үйіңе оралғанда әр түнде менің көзімді көретін боласың. Әрбір ішкен суыңнан менің дәретімнің дәмін сезетін боласың. Сенің өмірің өлімнен де бетер болады деді. Бородин Әлібидің қолынан ұстап жылап жіберді. Өтінемін. Мені атып тасташы. Мен бұған шыдай алмаймын. Жоқ деді Әліби. Сен өмір сүресің. Бұл менің саған берген рақымым. Аман қалудың құны. 25-ші күні Әліби радио байланысты жөндеді. Ол антеннаны жалғап орталыққа дабыл жіберді. Мұнда 7 қасқыр. Бізде төтенше жағдай. Топтың 2 мүшесі қаза тапты, біреуі ауыр халде. Көмек керек. Арада 3 күн өткен соң бекініске тікұшақ жетті.
Құтқарушылар ішке кіргенде, олардың көргені сұмдық еді. Еденде қан жоса болып жатқан сержант, бұрышта есінен адасқан сарбаз және ортада тап-таза, сабырлы күйде кітап оқып отырған Әліби. Дәрігерлер Бородинді зембілге салып бара жатқанда, ол Әлібиге қарай соңғы рет жалтақтап қарады. Оның көзіндегі үрей мен рақым сұраған бейнесі құтқарушыларды таңғалдырды. Олар мұнда не болғанын ешқашан түсіне алмайтын еді. Кек пен Қадыр, КСРО түкпіріндегі қанды оқиға, 4 бөлім. Ақ өлімнен оралу, тікұшақтағы үнсіздік. Ми-8 тікұшағының қалақтары, лопаст, таудың аязды ауасын тіліп гүрілдей көтерілді. Іште 4 адам ғана аман қалды. 2 құтқарушы дәрігер, зембілде өкпесі қабынып, есінен танып жатқан Бородин. Ұшақта Әлібидің жүзінде бір ай бұрынғы төмендетілген сарбаздың бейнесінен түк қалмаған еді. Оның жақ сүйектері шығып, сақалы өсіп кеткен. Бірақ көздерінде таудың мұзындай суық, сынбайтын темір рух бар болатын. Құтқарушылар оған үрейлене қарады. Олар мынадай қатаң жағдайда, аяз бен аштықта бір сарбаздың осыншама сабырлы, тіпті физикалық тұрғыда сау болып қалуын түсіне алмады. Дәрігерлердің бірі Әлібиге ыстық шай құйылған термос ұсынды. Сарбаз, іш. Жылынасың, қалған екеуі қайда? Иван мен тағы біреуі бар емес пе еді? Деп сұрады ол дауысын бәсеңдетіп. Әліби термосты алып, шайдан бір жұтты да дәрігердің көзіне тіке қарады. Оның дауысы ешбір дірілсіз, мұздай суық шықты. Иван түнде боранда адасып кетті. Оны тау жұтып қойды. Ал 4-шісі ол бізбен бірге барған жоқ, жолдас капитан. Біз 3 ғана қалғанбыз. Дәрігер жұтынып қойды. Әлібидің көзіндегі түпсіз қараңғылық оған артық сұрақ қоюға батыл бермеді. Ол үнсіз ғана бұрылып кетті. Тікұшақ округтік әскери госпитальға келіп қонғанда, оларды бірден арнайы КГБ, Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті, офицерлері күтіп алды. Құпия нысанда болған өліммен байланыстың бір ай бойы үзілуі Мәскеуге дейін жеткен еді. Нағыз тергеу енді басталды. КГБ тергеуі, сұрақтар мен жауаптар. Округтік әскери прокуратураның жертөлесіндегі тар, сұр бөлме. Үстел үстінде тек бір ғана шам жанып тұр. Үстелдің арғы жағында КГБ майоры, бетінде тыртығы бар, қатаң кісі Волков отырды. Ол алдындағы папканы ақтарып Әлібиге сынай қарады. Сонымен қатардағы жауынгер Әліби. Сенің іс қағазына қарасам, мектепте алтын медаль, физика-математикалық олимпиадалардың жеңімпазы. Сөйте тұра, өз еркіңмен әскерге, оның үстіне ең қиын Забайкалье округіне сұранғансың. Мұндай ақылды жігіттер институтта отырушы еді, ал сен неге тозаққа келдің? Волков темекісін тұтатып түтінді Әлібидің бетіне үрледі. Әліби арқасын тік ұстап, қабағын түйместен жауап берді. Мен отан алдындағы борышымды өтеуге келдім, жолдас майор. Кітаптан оқыған өмір мен шын өмірдің айырмашылығын көргім келді. Көрдің бе? Волков мысқылдап күлді. Бір ай бойы 7 қасқыр бекінісінде не болғанын айтып берші. Азық-түлік қоймасының есігі неге ашылмады? Радио байланыс неге істен шықты? Ең қызығы, бұл бөлімнің ең мықты деген сержанты Бородин қалайша өкпесі қабынып, аштықтан өлуге шақ қалды. Ал сен, ең кішісі, жас сарбаз, сапсау болып оралдың. Бұл сұрақтардың астарында күдік жатқан еді. КГБ Әлібидің бұл іске қатысы бар екенін сезді, бірақ қолдарында ешқандай дәлел жоқ болатын. Әліби дауысын өзгертпестен алдын ала дайындаған жауабын қайталады. Радио байланыс қатты магниттік дауылдан күйіп кетті. Азық-түлік қоймасының есігі оның механизмі суықтан қатып сынып қалды. Біз оны аша алмадық. Ал аман қалуыма келсек, менің ағзам таудың суығы мен аз тамаққа бейімделген шығар. Бородин маған қарағанда көп қимылдады, энергиясын көп жұмсады. Сондықтан әлсіреп қалды. Волков үстелді жұдырығымен бір ұрып, орнынан атып тұрды. Сен маған ертегі айтпа, студент. Бородин сені қорлағанын, сенің бетіңе дәрет сындырғанын бүкіл бөлім біледі. Сен одан кек алдың. Сен байланысты өзің үзіп тамақты әдейі жауып тастадың.
Иванды құздан өзің итеріп жібердің. Мойында. Егер мойындасаң, трибунал сенің жазаңды жеңілдетеді. Әліби майордың көзіне тура қарап, жеңіл ғана жымиды. Бұл жымиыс Волковтың өзін тітіркендіріп жіберді. Жолдас майор, егер мен оларды өлтіргім келсе, бекіністе көптеген қару болды. Менің оларды атып тастап, өз-өздерін өлтірді, немесе жау шабуылдады деп айтуыма болатын еді. Бірақ олар тірі. Мен оларды құтқарушылар келгенше аман сақтап қалдым. Егер күдігіңіз болса, Бородин мен Колядан сұраңыз. Олар шындықты айтар. Волков ернін тістеп бөлмеде әрлі-берлі жүре бастады. Бұл жігіттің логикасы мінсіз еді. Оның сөзінде ешқандай ілік жоқ болатын. Госпиталдағы бетпе-бет, Бородиннің қорқынышы. Келесі күні Волков Әлібиді әскери госпиталға, Бородиннің палатасына алып барды. Бородин жасанды тыныс алу аппаратына қосылып төсекте жатқан еді. Оның денесі сүйек пен теріден ғана тұратындай арықтап кеткен. Волков Бородиннің қасына келіп еңкейді. Сержант Бородин, естисің бе мені? Мен КГБ майоры Волковпын, сен маған бекіністе не болғанын айтуың керек. Мына қатардағы жауынгер Әліби саған күш көрсетті ме? Ол байланысты үзіп азық-түлікті тығып тастады ма? Сен тек басыңды изесең болды, біз оны әскери трибуналға береміз. Ол сені азаптады ма? Палата ішінде өлі үнсіздік орнады. Әліби есіктің жанында, қолдары артында кісендеулі тұрды. Ол Бородинге үнсіз ғана қарап тұрды. Бұл қараста ешқандай қорқыту немесе өтініш жоқ еді. Бұл жай ғана өз құрбанына жоғарыдан қарайтын жыртқыштың қарасы болатын. Бородин басын әрең бұрып, Әлібиді көрген сәтте, оның монитордағы жүрек соғысының жиілігі күрт артып, аппарат шырылдай бастады. Бородиннің көздері шарасынан шығып, бүкіл денесі дірілдеп кетті. Ол қолдарын алға созып, ауа қармап жылай бастады. Жоқ, Бородиннің дауысы қырылдап шықты. Ол ештеңе істеген жоқ. Ол бізді құтқарды. Біз өзіміз кінәліміз. Бізді тау жазалады. Оған тиіспеңіздер. Ол адам емес. Ол рух. Тиіспеңіздер. Бородин истерикаға беріліп, өзін-өзі ұра бастады. Дәрігерлер жүгіріп кіріп, оған тыныштандыратын укол салды. Волков есік жақта тұрған Әлібиге таңғала әрі үрейлене қарады. КСРО-ның ең қатал, ең қатыгез сержанты, талай жас сарбазды қан қақсатқан Бородин қазір осы бір қазақ жігітінен өлердей қорқып, оны ақтап жатыр еді. Волков үшін бұл түсініксіз феномен болды. Қандай психологиялық қысым адамды осындай жануарлық үрейге түсіруі мүмкін екенін КГБ майорының өзі де ұға алмады. Ал психиатриялық бөлімшеде жатқан Коляның жағдайы одан да қиын еді. Ол тек бұрышқа тығылып, азиялық құдай ол бізді нанмен сынады, кешір бізді деп күбірлеумен болды. Одан ешқандай түсінікті жауап алу мүмкін емес еді. Жабылған іс және көлеңкедегі бұйрық. Дәлелдердің жоқтығынан және куәгерлердің Бородин мен Коляның Әлібиге қарсы түсінік бермеуінен әскери прокуратура істі жабуға мәжбүр болды. Ресми құжаттарда Иванның өлімі боранда адасып кету деп тіркелсе, байланыстың үзілуі мен қойманың ашылмауы техникалық ақаулар мен ауа райының қолайсыздығы деп көрсетілді. Бірақ Волков істің астарында үлкен бір құпия жатқанын іштей сезетін. Ол Әлібидің іс қағазына аса қауіпті психологиялық ықпал етуші. Элиталық барлау немесе арнайы тапсырмаларға жарамды деген қызыл мөр соғылған құпия анықтама тіркеді. Бір аптадан соң Әлібиді әскери бөлім командирі шақыртып алды. Командирдің үстелінде Мәскеуден келген мөрленген конверт жатыр еді. Қатардағы жауынгер Әліби, деді командир оған күдікпен қарап. Сенің бұл жердегі қызметің аяқталды. Мәскеуден бас барлау басқармасынан ГРУ бұйрық келді. Сені арнайы дайындықтан өту үшін Мәскеу маңындағы құпия орталыққа шақыртып жатыр. Сенің таудағы ерлігің жоғары жақтағылардың назарын аударыпты. Сен оларға дәл осындай адамды сындырмай-ақ іштен күйрететін ерекше маман ретінде керек екенсің. Әліби бұйрық қағазын алды. Ол қуанған да, таңғалған да жоқ. Ол мұның бәрі оның тағдырының бір бөлшегі ғана екенін түсінді. Ол солдат болып келген еді, бірақ бұл қатал жүйе оны нағыз психологиялық қаруға, адам жанын оқитын көлеңкеге айналдырды. Бородиннің соңғы түні.
Әліби Мәскеуге ұшатын пойызға мінер алдында соңғы рет госпиталға кіріп шығуды өтінді. Ол Бородиннің палатасына кіргенде бөлмеде ешкім жоқ еді. Бородин терезеге қарап, бос көзбен жатыр болатын. Әлібидің аяқ дыбысын естігенде, оның бүкіл денесі селк етті. Сен кетіп бара жатырсың ба? Деді Бородин әлсіз үнмен. Әліби оның төсегінің жанына келіп еңкейді. Иә, Бородин, мен кетемін. Ал сен осында қаласың. Бірақ сен мені ешқашан ұмытпайсың. Бородин жылап жіберді. Оның жасы бетіндегі тыртықтарын бойлай ағып жатты. Менің өмірім енді тозақ. Түнде көзімді жұмсам, Иванның даусын естимін. Ол менен нан сұрайды. Ал сенің қарасың мені өртеп барады. Мен сенен өтінемін, маған кешірім берші. Мен сенің аяғыңды сүйейін, тек маған тыныштық берші. Менің рухымды босатшы. Ол төсектен аунап түсіп, Әлібидің етігін құшақтай алды. Бір кездері өздерін құдай санап, жас сарбаздың бетіне дәрет сындырған адам, қазір сол сарбаздың аяғына жығылып, иттей қыңсылап жатқан еді. Бұл әділеттіліктің ең қатал, ең шынайы көрінісі болатын. Әліби оған жоғарыдан төмен, жиіркенішпен де емес, жай ғана бос кеңістікке қарағандай қарады. Кешірімді Құдай береді, Бородин, ал мен сенің періштең емеспін. Мен сенің жазаңмын. Осы азаппен өмір сүр. Ол бұрылып палатадан үнсіз шығып кетті. Бородиннің қыңсылаған дауысы палата ішінде ұзақ жаңғырып тұрды. Ол енді ешқашан толыққанды адам бола алмайтын еді. Оның тәні сауыққанымен, рухы таудың басында, аштық пен қорқыныштың арасында мәңгілікке қалып қойған болатын. Эпилог. Аңызға айналған жігіт. Әліби Мәскеуге аттанды. Оның одан кейінгі тағдыры құпия архивтердің шаңына көмілді. Ол Кеңес одағының ең мықты, ең жабық арнайы топтарында қызмет етіп, талай жасырын операциялардың биі болды деседі. Оның аты аталмайтын, бірақ оның тактикасы күшті күшпен емес, ақылмен және психологиялық қысыммен сындыру көптеген арнайы жасақтардың оқулығына енді. Забайкаледегі әскери бөлімде бұл оқиға ұзақ жылдар бойы сыбырмен ғана айтылып жүрді. Дедовщина жасағандарға ескерту ретінде, абай бол, әйтпесе көзілдірікті қазаққа кезігесің. Ол сені бір саусағын тигізбей-ақ тірі өлікке айналдырады деген сөздер аңызға айналды. Бір адамның бұзылмас намысы тұтас бір қатыгез жүйені тізе бүктірген еді. Намыс тәннің емес, рухтың қаруы. Және ол қару кез келген мылтықтан күшті екенін Әліби бүкіл өмірімен дәлелдеп кетті. Кек пен қадір, КСРО түкпіріндегі қанды оқиға. 5 бөлім. 405 нысан, құпияның табалдырығы. 1983 жылдың көктемі. Мәскеу түбіндегі қалың қарағайлы орманның ішінде орналасқан, картада көрсетілмеген 405 нысан. Бұл жер КСРО бас барлау басқармасының ГРУ ең құпия психологиялық дайындық орталығы еді. Мұнда адамды өлтіруді емес, адамның санасын басқаруды, оның ең терең үрейлерін оятуды және қарсыласты бір оқ шығармай-ақ іштен ірітуді үйрететін. Әліби мұнда Забайкаледегі тозақтан кейін келді. Оның есімі құжаттарда жойылды. Енді ол тек Сұңқар деген лақап атпен белгілі болды. Оның ұстазы, соғыс ардагері, КСРО-ның ең мықты психолог-диверсанты генерал Громов еді. Тыңда, Сұңқар, деді Громов алғашқы күні Әлібидің көзіне тіке қарап. Мен сенің Бородинмен не істегеніңді білемін. Көпшілік мұны қатыгездік дейді, бірақ мен мұны мінсіз операция деп атаймын. Сен физикалық күшті емес, ақпараттық және психологиялық вакуумды қолдандың. Бірақ сен мұны инстинкт деңгейінде жасадың. Мен сені бұны кәсіби деңгейде жасауға үйретемін. Маскасыз өмір, сананың соғысы. 6 ай бойы Әліби нағыз сынақтан өтті. Оған күніне тек 3-4 сағат ұйықтауға рұқсат берілді. Қалған уақытта ол гипноз, психоанализ және адам анатомиясының ең нәзік тұстарын зерттеді. Ол адамның бет әлпетіндегі микроқимылдар арқылы оның өтірігін сезуді, дауыс ырғағы мен адамды бағындыруды меңгерді.
Ең ауыр сынақ айна бөлмесінде өтті. Әлібиді толықтай қараңғы бөлмеге қамап, оған өз өткенін, Бородиннің қорлығын, Иванның өлімін, тау басындағы жалғыздықты аудио-визуалды түрде қайталап көрсете берді. Олар оның жүйкесін жұқартып, эмоциясын толық өшіруге тырысты. Бірде Громов сынақ ретінде Әлібидің алдына бір сатқынды алып келді. Ол ішкі әскердің офицері, мемлекеттік құпияны сатты деп айыпталған еді. Осы адамнан ақпарат ал. Күш қолданба. Бірақ ертеңге дейін ол өзінің барлық сыбайластарын айтып, өзіне өзі өлім тілейтін күйге жету керек деп бұйырды генерал. Әліби бөлмеге кірді. Ол офицерді ұрған жоқ, айқайлаған жоқ. Ол жай ғана оның қасына отырып, үнсіздік орнатты. Сосын офицердің балалық шағындағы қорқыныштары туралы, оның отбасының болашағы туралы баяу, сабырлы дауыспен әңгіме айта бастады. Таңертең офицер бәрін мойындап қана қоймай, Әлібидің алдында еңіреп жылап кешірім сұрап отырды. Громов мұны көргенде, сен туа біткен жендет емессің, сен тазартқышсың деді. Алғашқы тапсырма Орта Азиядағы бүлік. 1983 жылдың соңында КСРО-ның оңтүстік аймақтарында, Ауғанстан мен шекаралас аудандарда толқулар басталды. Жергілікті бір әскери бөлімде офицерлер мен сарбаздар арасында жасырын ұйым құрылып, қару-жарақ ұрланып, ауған моджахеттеріне сатылып жатыр деген ақпарат түсті. Бұл істің басында өте тәжірибелі КСРО-ның ескі бөрілері тұрғаны белгілі болды. Әлібиге алғашқы нағыз тапсырма берілді. Ол сол бөлімге қатардағы жауынгер ретінде тәртібі нашар, бағынбайтын сарбаз бейнесінде жіберілді. Оның мақсаты іштен кіріп, бұл желінің көсемін анықтау және оны психологиялық тұрғыда жою. Әліби бөлімге келгенде, баяғы Забайкаледегі жағдай қайталанды. Оны деттер мен жемқор офицерлер бірден нысанаға алды. Бірақ бұл жолы Әліби құрбан емес еді. Ол қақпан құрған аңшы болатын. Көлеңкедегі кездесу. Бөлімдегі дедовщинаны басқарып отырған прапорщик Савицкий деген адам еді. Ол бөлімдегі барлық заңсыз сауданың басында тұрған. Савицкий Әлібидің зиялы түрін көріп, оны басынғысы келді. «Ей, студент, мұнда сенің Мәскеудегі ағаларың көмектеспейді. Мұнда мен патшамын» деді ол Әлібиді қоймаға шақырып алып. Әліби оған қарап, жұмбақ күйде жымиды. Прапорщик патшалардың тағы тез құлайды. Әсіресе олардың астындағы адамдар сатқын болса, деді ол ақырын. Сол күннен бастап Савицкийдің айналасындағы адамдар біртіндеп жоғала бастады. Біреуі кенеттен асылып қалды, екіншісі шекарадағы қақтығыста байқаусызда өз оғынан қаза тапты. Бөлімде үрей жайылды. Ешкім ештеңе түсінбеді, тек Әліби ғана түнде көлеңке сияқты жүріп, адамдардың құлағына күдік ұялатып жүрді. Савицкий түнде ұйқыдан қала бастады. Оған үнемі біреу бақылап тұрғандай сезілетін. Оның кабинетінде таңертең өлі егеу құйрықтар немесе оның қылмыстарын растайтын құжаттардың көшірмелері пайда болатын. Әлібидің Бородинмен өткен мектебі енді мемлекеттік деңгейдегі операцияға ұласты. Ол Савицкийді біртіндеп жындану деңгейіне жеткізді. Ол оның бетіне дәрет сындырған жоқ, бірақ оның бүкіл өмірін, абыройын және санасын лайға батырды. Кек пен қадір, КСРО түкпіріндегі қанды оқиға, 6 бөлім. Паранойя, прапорщиктің құлауы. Күздің ызғарлы күндері. Орта Азиядағы шекаралас әскери бөлім іштей іріп-шіри бастады. Прапорщик Савицкийдің бір кездері берік болған қылмыстық империясы көз алдында үгітіліп жатты. Әліби оның санасына үрейдің ұрығын сепкен еді, ал қазір сол ұрық алып ағашқа айналып, Савицкийдің миын жайлап алған болатын. Ол өз көлеңкесінен өзі қорқатын жағдайға жетті. Кабинетіндегі телефон шырылдаса, үрейлене тұтқаға қарайтын. Әскери техника бөлшектерін моджахеттерге сататын делдалдармен кездесуге барудан қалды. Өйткені оған кез келген адам сатқын сияқты көрінетін. Бұл Әлібидің мінсіз тактикасы еді. Ол ешқашан ашық шабуыл жасаған жоқ. Ол тек Савицкийдің сыбайластарының арасына ақпараттық вирус таратты. Ол бір сарбазға сыбырлап, екіншісінің хатын әдейі ашық тастап кету арқылы олардың бір-біріне деген сенімін толық жойған болатын. Бір күні түнде Савицкий қару-жарақ қоймасындағы жасырын сейфін ашып, ақшаларын санамақ болды. Сейфтің есігін ашқан сәтте, оның үрейден демі ішіне түсіп кетті.
Ақшаның орнында тек бір ғана қара парақ жатыр еді. Парақта ақ бормен жазылған бір ауыз сөз: сенің бағаң өлім. Кері санақ басталды. Савицкий қалтыраған қолдармен тапаншасын суырып алып, қойманың ішіндегі қараңғылыққа оқ жаудыра бастады. Шық! Кімсің сен? Мен сені өлтіремін! Деп бақырды ол, истерикаға беріліп. Оқ даусына күзетшілер жүгіріп келді. Олар прапорщиктің бос бөлмеде есінен ауысып, қабырғаға оқ атып жатқанын көріп, оны күшпен басып, қаруын тартып алды. Ертеңінде оны әскери психиатриялық бөлімшеге алып кетті. Бұл бөлімдегі жемқорлық желісі толықтай жойылды, барлығы Әлібидің бір ғана қара параққа жазған сөзінің арқасында. Әліби бұл көріністі казарманың терезесінен үнсіз бақылап тұрды. Оның ішінде ешқандай қуаныш жоқ еді. Ол тек өзінің мақсатын орындаған робот сияқты болатын. Шұғыл шақырту, ауған тозағы. Савицкийдің ісі аяқталған бойда Әлібиге Мәскеуден жаңа, өте құпия бұйрық келді. Оны арнайы ұшақпен тікелей Ауғанстанға, Кабул маңындағы Баграм әскери базасына жеткізді. Бұл жерде соғыстың нағыз қанды қасабы жүріп жатқан еді. Оны ГРУ-дың жергілікті полковнигі күтіп алды. Сұңқар, сен туралы аңыздар естідім. Бізге дәл сен сияқты адам керек, деді полковник картаны үстелдің үстіне жайып жатып. 3 күн бұрын Паншер шатқалында біздің барлаушылар тобы маджахеттердің қоршауына түсіп қалды. 4-еуі тұтқынға алынды. Олардың арасында біздің стратегиялық шифрларымызды білетін маңызды байланыс офицері бар. Полковник темекісін тұтатып ауыр күрсінді. Мәселе мынада, біз оларды күшпен құтқара алмаймыз. Моджахеттер оларды таудың ішіндегі бекініске қамаған. Шабуыл басталса, олар тұтқындардың басын кесіп тастайды. Біз келіссөз жүргізбекші болдық, бірақ олар біздің елшіні атып тастады. Саған бір ғана міндет қойылады: ішке кір. Және оларды тірі алып шық. Қалай жасайтыныңды өзің білесің. Әліби картадағы бекініске қарады. Бұл оған баяғы өзі Бородинмен бірге бір ай оқшауланған 7 қасқыр бекінісін еске түсірді. Ол таудың мінезінде, оңашада қалған адамның психологиясында 5 саусағындай білетін еді. Маған жергілікті киім, ешқандай қару емес, тек бір радиотаратқыш, передатчик және маджахеттердің басшысы туралы толық досье керек, деді Әліби. Ажал құзына кіру. Түн ортасы. Әліби жергілікті ауған шаруасының киімін киіп, сақалын өсіріп, Паншер тауларының қиын соқпақтарымен көтеріліп келе жатты. Оның бойында қару жоқ. Ол өзін қасақана моджахеттердің қарауылдарына ұстатып берді. Мен кеңес әскерінен қашқан адамын. Менде сендердің басшыларын қара барыс лақабатымен белгілі Ахматқа арналған маңызды ақпарат бар, деді ол пуштун тілінде. Бұл тілді ол Мәскеудегі дайындықта арнайы меңгерген болатын. Оны байлап, көзін байлап бекініске алып келді. Іштегі ауа райы ауыр, айнала толған қарулы, көздері қанталаған содырлар. Олар Әлібиді Ахматтың алдына лақтырды. Ахмат тәжірибелі, қатал дала командирі еді. Ол Әлібиді бастан аяқ сүзіп шығып: сенің өміріңнің құны мыс тиынға да тұрмайды. Менде қазірдің өзінде 4 орыс бар. Оларды ертең таңертең өлім жазасына кесемін. Сені де солармен бірге жіберемін. Қандай ақпарат туралы айтып тұрсың? Деді Ахмат. Әліби орнынан баяу тұрды. Ол Ахматтың көзіне тіке қарады. Бородинмен болған оқиға оны кез келген агрессияның алдында тас мүсіндей сабырлы болуға үйреткен еді. Мендегі ақпарат: сенің өмірің, Ахмат, сенің қарамағыңдағы оң қолың, Фарид, кеңес әскермен келісімге келді. Ол ертеңгі тұтқындарды өлтіру сәтін пайдаланып, сенің тұрған жеріңнің координаталарын біздің авиацияға береді. Сенің үстіңе бірнеше бомба түседі. Ал Фарид ақша алып, сенің орныңа командир болады. Ахматтың көздері шарасынан шықты. Сен өтірік айтасың. Кәпір. Ол қанжарын суырып Әлібидің тамағына тақады. Бірақ Әліби кірпікте қаққан жоқ. Тексеріп көр. Фаридтің рациясының жиілігі басқаша баптаулы. Оның қалтасында кеңес әскерінің картасы бар. Мен саған шындықты айтып тұрмын. Егер мені өлтірсең, ертең өзің де өлесің. Егер мені тыңдасаң, сен тірі қаласың, ал маған сол 4 тұтқынды бересің. Мен оларды алып үнсіз кетемін. Ақиқат пен күдік, тізе бүгу.
Ахматтың ішіне күдік құрты кірген еді. Ол өз адамдарына Фаридті тексеруді бұйырды. Шын мәнінде Әліби Фаридтің рациясын алдын ала Мәскеудің көмегімен арнайы жиілікке қостырып, оның заттарының арасына картаны жасырын тастатып қойған болатын. Бұл мінсіз ұйымдастырылған диверсия еді. Жарты сағаттан соң содырлар Фаридті ұрып-соғып сүйреп әкелді. Оның қалтасынан карта мен рация табылды. Ахматтың ашуы шегіне жетті. Ол өз қолымен Фаридті сол жерде атып тастады. Бекініс ішіндегі жағдай күрт өзгерді. Ахмат Әлібиге бұрынғыдай жау ретінде емес, құтқарушы ретінде қарай бастады. Бірақ ол әлі де толық сенбеген еді. Сен мені құтқардың. Бірақ мына 4 орысты мен саған жайдан жай бере алмаймын. Олар менің қалқаным, деді ол. Әліби оған жақындап сыбырлады. Ахмат, сенің адамың өлді. Бірақ авиация ертең бәрібір ұшып келеді. Олар бұл бекіністі жермен жексен етеді. Егер сен мына 4 тұтқынды маған берсең, мен авиацияны тоқтатамын. Ол үшін маған рацияңды бер. Егер бермесең, бәріміз осында өлеміз. Ахмат Әлібидің болаттай суық, сенімді көзіне қарап сынды. Ол келісті. Әліби рация мен Баграмдағы базаға байланысқа шықты. Мен сұңқармын, пакет қолымда. Эвакуация күтемін. Таң ата Әліби 4 тұтқынды ертіп бекіністен үнсіз шығып кетті. Моджахеттер олардың артынан бір оқта шығармады. Олар Әлібидің психологиялық қысымына толықтай берілген еді. Тұтқындардың арасындағы байланыс офицері Әлібиге қарап жылап жіберді. Сен кімсің, бауырым? Бізді қалай құтқардың? Әліби үнсіз ғана алға қарай жүре берді. Ол үшін бұл ерлік емес, жай ғана жұмыс болатын. Адамның осал тұсын тауып, оны өз қаруына айналдыру, оның қанына Забайкалье тауларында Бородиннің қорлығынан кейін сіңген еді. Кек пен қадір. КСРО түкпірінде оқиға жетіп. Мәскеу, сәттілік пен сағыныш. 1984 жылдың қысы. Паншер шатқалындағы ерлігінен кейін Әлібиге КСРО батыры атағы құпия түрде берілді. Бұл марапат туралы газетте жазбады, бірақ ГРУ архивтерінде оның есімі алтын әріптермен таңбаланды. Ол енді жай ғана офицер емес, ол ГРУ-дың алтын қорына енген психологиялық диверсияның теңдессіз шебері еді. Оның жалақысы жоғарылады, Мәскеудің орталығынан пәтер берілді. Бірақ Әлібидің жүрегінде әлі де шешілмеген күйі қалып қойған еді. Ол генерал Громовтың кабинетіне кіріп бір ғана өтініш жасады. Жолдас генерал, маған Забайкалье округіндегі госпиталдың архивтеріне және бір адамның қазіргі мекен-жайына қол жеткізуге рұқсат беріңіз. Менің бастаған ісім аяқталмай тұр. Громов Әлібидің көзіндегі суық ұшқынды көріп басын изеді. Ол Әлібидің кімді іздеп жүргенін жақсы білетін. Бородин Әлібидің намысын таптаған адам, оның алғашқы құрбаны және оның бүгінгі қатал болмысының себепкері еді. Бородиннің тағдыры, тірі өлік. Әліби алған ақпарат сұмдық болды. Бородин әскерден психикалық ауытқулар деген диагнозбен шығарылған. Ол өзінің туған қаласына, Ресейдің түкпіріндегі кішкентай жұмысшы кентіне оралған. Бірақ ол жерде де оның күні қараң болған. Түнде шошып оянатын, көшеде адамдардан қашатын, үнемі қазақ келе жатыр, ол мені бақылап тұр деп сандырақтайтын Бородинді көршілері де, тіпті туған туыстары да қабылдай алмапты. Ол ақыр соңында қала шетіндегі ескі, қираған барақта жалғыз тұрып жатыр екен. Әліби Мәскеуден сол қалаға аттанды. Үстінде қымбат пальто, басында қара қалпақ, қолында былғары сөмке. Ол енді баяғы қорлық көрген сарбаз емес, ол тағдырдың өзі еді. Ол Бородин тұратын барақтың есігін баяу қақты. Есікті мүңкіген иіс шыққан, үсті басы кір қожалақ, бетін әжім басқан, көздері шүңірейген еге тартқан адам ашты. Бородин небәрі 25-те болса да, қазір ол 60-тағы шалға ұқсайтын. Бородин Әлібиді көрген сәтте, оның қолындағы су толы шелегі жерге түсіп тарс етті. Оның тізелері қалтырап еденге сылқ етіп отыра кетті. Келдің бе? Деді Бородин қырылдаған дауыспен. Мен білдім сенің келетініңді күн сайын күттім. Мені өлтіруге келдің бе? Өтінемін, өлтірші мені.
Бұлай өмір сүргенше оқ тиіп өлгенім артық. Жазаның соңғы нүктесі. Әліби бөлмеге кіріп, жалғыз орындыққа отырды. Бөлменің іші тазалықтан жұрда еді, бірақ Әліби мұны елемеді. Ол Бородинге ұзақ қарап тұрды. Бородин болса, бұрышқа тығылып, бетін қолымен басып, балаша еңіреп жылап жатты. «Мен сені өлтіруге келген жоқпын, Бородин», деді Әліби. Оның дауысы бүкіл бөлменің ауасын мұздатып жібергендей болды. «Өлім сен үшін тым үлкен сыйлық. Мен сенің қалай өмір сүріп жатқаныңды көруге келдім». Әліби сөмкесінен бір бөлке нан мен бір шиша қымбат арақ шығарып, үстелге қойды. «Есіңде ме, бекіністе сен менен нан сұрап едің. Міне, же, және іш. Мен сенің бұл тозақта ұзақ өмір сүргеніңді қалаймын. Әр түнде көзіңді жұмғанда менің бетіме дәрет сындырған сәтіңді көргеніңді қалаймын. Сол сәтте сен мен емес, өзіңді былғағаныңды енді түсіндің бе?» Бородин нанды алып, оны иіскеп, өксіп-өксіп жылады. «Әліби, мен жауыз болдым. Мен хайуан болдым. Маған рахым етші. Менің ішімдегі қорқынышты алып тасташы». Ол Әлібидің аяғына жығылып, етігін сүймек болды. Әліби аяғын тартып алды. Оның көзінде жиіркеніште, ашуда жоқ еді. Тек мұздай суық бейтараптық қана бар. «Сенің жазаң, сенің есің, Бородин, сен бәрін ұмытқың келеді, бірақ мен саған ұмытуға рұқсат бермеймін». Әліби орнынан тұрды. Ол есікке жақындағанда Бородин артынан айқайлады. «Неге? Неге сен бұндай мықтысың? Мен сенің рухыңды сындырмақ болдым, бірақ сен менің бүкіл өмірімді талқандап кеттің. Неге?» Әліби тоқтап, артына бұрылмастан жауап берді. «Өйткені сен тек тәнге күш көрсеттің. Ал менің рухым менің бабаларымнан қалған аманат. Намысты былғауға болады, бірақ оны сындыру мүмкін емес. Сен тек өзіңнің бейшаралығыңды көрсеттің, ал мен өз қадірімді таптым». Күтпеген кездесу, Коляның хаты. Әліби кенттен шығып, пойызға бара жатқанда, оған бір пошташы әйел жақындады. «Сіз Асқаровсыз ба?» Әлібидің тегі. «Сізге бірнеше ай бұрын хат келген еді, бірақ мекенжайыңызды таба алмадық. Хатты жазған адам психикалық ауруханада қайтыс болыпты», деді ол. Әліби хатты ашып оқыды. Бұл Коляның хаты еді. Коля Иван екеуінің Бородинге қалай көмектескенін, Әлібиді қалай қорлағандарын жазып, өлер алдында кешірім сұрапты. Хаттың соңында былай деп жазылған: «Әліби, біз сенің бетіңе дәрет сындырғанда, біз шын мәнінде өз жанымызға солай істеген едік. Сен сол күні үндемей тұрғанда, біз сенің емес, өз өліміміздің үкімін естігендей болдық. Сенің үнсіздігің кез келген айқайдан қорқынышты еді. Бізді кешірме, бірақ біздің де адам болғымыз келгенін ұмытпа». Әліби хатты бүктеп қалтасына салды. Пойыздың терезесінен ақ түтек боранға қарап отырып, ол өзінің ішіндегі кек отының бір жола сөнгенін сезді. Кек адамды іштен жейтін у, ал Әліби ол уды толықтай сыртқа шығарған еді.